Үздік мемлекеттік қызметші республикалық конкурсын насихаттау мақсатында Достық үйінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұйымдастыруымен республикалық конкурсты жариялау жөнінде жиын болды. Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық конкурсы биыл 3-ші рет ұйымдастырылмақ. Алғаш рет республикалық конкурс агенттіктің бастамасымен 2017 жылы өткізілген. Өткен жылы да конкурс дәстүрлі түрде жалғасын тауып, өңірімізде әртүрлі салада қызмет атқаратын 12 мемлекеттік қызметші құжат тапсырған. Облыс бойынша 3,5 мыңдай мемлекеттік қызметшінің 600-дан астамы 27 жасқа дейінгі жастар. Агенттіктің бастамасымен ағымдағы жылдың 5 сәуірінен бастап Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметші республикалық байқауы басталды. Бүгінгі жиынның барысында біз өңіріміздің жас мемлекеттік қызметшілерін жинап, осы байқауға қатысу тәртібін, жолын, барлығын түсіндірдік. Жалпы бұл байқауға кез келген мемлекеттік қызметші қатыса алады. Оның жалпы тек мемлекеттік қызметтегі өтілі 1 жылдан кем болмау керек. Осы байқаудың қорытындысымен жеңімпаз болып танылған азаматтар Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталып, биылғы жылы ол азаматтар жас мемлекеттік қызметші республикалық форумына қатысады деп күтілуде. 2018 жылы өткізілген байқауға қатысып, бәрінен оқ бойы озық болып, білімі мен біліктілігінің арқасында облыста өткізілген кезеңдерден өтіп, қарсыластарының шаң қақтырып, озып шыққан қалалық мамандандырылған тергеу сотының бас маманы Берік Серікұлы өнерімізде үздік атанып, республикалық кезеңге жолдама алған. Ол жақта жолы болып, басқа облыстардан келген әріптестерін алдын орап, сыр елінің намысын қорғап, абыройын асқақтатып, үздік мемлекеттік қызметші атағын алған. Үздік мемлекеттік қызметші конкурсына 2018 жылы қатысқан болатынмын. Сайыс өте әділ өтті, ешқандай қиянат болған жоқ. Комиссия тарапынан барлық мемлекеттік қызметшілерді қатысушы жеке-жеке танып, әрқайсысының жобасымен өте етене таныс екендіктерін білдірді. Сондықтан агенттікке алғысын білдірем. Сонымен қатар биылғы жылы жас мемлекеттік қызметшілердің үздік мемлекеттік қызметші конкурсына қатысуына шақырамын. Әдістемеге сәйкес байқау 2 кезеңде өткізіледі. Облыстық және республикалық деңгейде өтеді. Бірінші кезеңнен сәтті өткен үміткерлер конкурстың 2-ші кезеңінің барысында республикалық комиссия мүшелері алдында өзінің жеке жобалық жұмыстарын қорғайтын болады. Байқаудың жеңімпаздары Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі төсбелгісімен марапатталып, республикалық жас мемлекеттік қызметшілер форумына қатысуға жолдама алады. Назгүл Қаштаева, Дастан Ахметов, Серікбол Шелдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.